9 класста алгебра пәнінен арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері тақырыбы бойынша оқушылардың білім-білік дағдысын қалыптастырып арттыру үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып және жаңа технологиялар арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру болатын. Әдісі бойынша, көршіңді тексер әдісі бойынша үйге берілген тапсырманы бір-бірімізге дәптерлерімізді ауыстырамыз. Сендерге әрқайсыңа бір бағалау шкаласын берем, білесіңдер, егер үй жұмысы дұрыс болса, міне екі өлікке белгілеп қойдым, бірге жылжытып қойыңдар. Егер жартысы ғана дұрыс болса, 0,5-ке жылжыттық қой бәріміз. Жылжыттық. Әркім өздерінің алдарына қойып отырыңдар, әрбір тапсырмада әрқайсының өздерінің алдарында шкала бойынша қойып отырасыңдар. Енді балдар, мен сендерді психологиялық ахуал тудыру үшін зондик әдісі бойынша бәріңді шақырамын ортаға. Мына тұрған натурал сандар тізбегінен әркім өздерін таңдап жұлып алыңдар цифрларды. Сандар, 2-ге бөлінетін сандар менің оң қол жағыма, 2-ге бөлінбейтін сандар сол қол жағыма тұрамыз. 2-ге бөлінетін, жаққа 2-ге бөлінбейтін сандар. Тұрдық па? Ал енді рет-ретімен тұрамыз. Рет-ретімен тұрыңдар. Енді сандарды көрсетіңдер. Қандай сан шықты? Так, Қандай сан шықты? 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11. Бұл қандай сандар? Так, шектеулі сандар. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді сендерде? Міне, сонда қараймыз. Бұл тақ сандар тобы, сендер жоқ сандар тобы 2 партаға отырыңдар. Енді балдар, біз барабан әдісі бойынша өткен сабақты пысықтаймыз. Әр топ өзара келісіп шығамыз. Міне, 4 бос жұмыс орнына 9 жұмыскер қанша тәсіл мен қол жеткізе алар. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Кім бірінші болса, тақтаға шығар. Қарайыз. Сыныптағы 5 қыз қанша тәсілмен орнын ауыстыралар. Топпен жұмыс жасаймыз. Кім қанша бал алды, бағалау шкаласында бағаларыңды өзгерше қойып отырыңдар. Дұрыс, 6, 124. Бәріміз балдар қағылып кеп қосамыз. 457, 44, 24. Аты жөндерімізді жазамыз. Сандар қалай аталады дейді. Қарайсың. Бірінші орында қазір сен Нұрасен.
Енді балдар. Жаңағы код бойынша орын алғандар, үшінші орын алғандар дискриптор бойынша 3 балл, екінші орын алғандар 2 балл, үшінші орын алғандар 1 балл шкаланы жылжытыңдар. Жылжыттық па? Енді біз функционалдық сауаттылық. Қай топ? Қай? Мынаға 30 деп қойды енді балдар. Жазып аламыз. Сіз екеуі. Сөйлеп тұрып шығарасыңдар, иә? Кезекпен. Түсіндіріп. Бұл жерден біз осы x-ті тақшаның шығарамыз. Сонда тақшаның ішінде 3 бұрыш қосылған x-ті орнында 1 қалады. Бөлімінде тағы да x-ті шығарып жібереміз. Сонда x қосылған 1 қалады. Бұл жерден x пен x-ті қысқартамыз. Сонда 3 бұрыш қосылған 1, x қосылған 1 қалады. Бұл есепте біз x егілдіктің орнына сандарды қойып шығамыз. 5-тің квадраты, 2-нің кубы қосылған 7. Бұндағы 5-тің квадраты 25. 8-ге 7-ні қосамыз. Тең болады 15-тен 25. Оны қысқартып жібереміз. Қысқартып жібергенде 5 және 3. 5-ке қысқартсақ. 5-тен 3, бұл 1,3-тен 2. Дұрыс жарайсыз. Енді балдар, жаңағы функционалдық сауаттылыққа берілген есепті дискриптор бойынша бағалау шкаласында сызбадан белгісізді дұрыс тапсаңдар 1, дұрыс жауабын анықтай алған болсаңдар 1 балл. Сонда түгел не дұрыс болса 2 балл шкаланы жылжытамыз. Алдымызға қандай мақсат қоюымызға болады? Арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері айтады. Арифметикалық прогрессиямен танысамыз және осы тақырыпқа байланысты есептер шығарамыз. Арифметикалық прогрессияның формасын қолданып есептер шығарамыз. Тағы өз ойларыңды айтатындар бар ма? Тағы не? Арифметикалық прогрессияның қасиеттерімен танысамыз. Қасиеттерімен танысамыз. Яғни біз арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері бойынша арифметикалық прогрессияның анықтамасын білесіңдер. Мінекей балдар, кім оқиды тексті? Мәтінді? Жаңаөзенде Шымкентке мұнайы бар пойыз бағытталды. Бірінші цистернада 4 тонна мұнай, екінші цистернада 9 тонна, үшіншіде 14 тонна, екінші цистернада 304 тонна мұнай бар. Цистернаның беттік нөмірін анықтаңыз. Яғни біз арифметикалық прогрессияның біріншіде, яғни бірінші цистернада неше тонна болды ғанда? 4 тонна. Екіншіде 9 тонна. Сонда нешінші цистерна екен? 61-ші цистерна екен. Дәптерге жазып аламыз. Енді оқулықтан 362-ші есептің мен асын шығарып көрсетем. Қалғанын сендер өздерің топпен шығаратын боласыңдар. 362-ші есептің асы. Мұнда А1-ші мүшесі 15-ге тең. Айырмасы -4-ке тең. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 6 мүшесін табыңдар дейді. Алғашқы 6 мүшесін. Сонда А2, А3, А4, А5 және А6 мүшесін табуымыз керек. Шешуі. А2 тең, А1 қосылған Д. А1-іміз бізде 15-ке тең, 15 қосылған -4 тең болады қаншаға? Тең болады 11-ге. А3-ші мүшесі тең, А1 қосылған 2-ді. А1-дің орнына? Айтамыз.
Тең 1 болады. қосылған Ол 7. 7. А төртінші мүшесі? A1 қосылған 3. Тең болады 15. Тең. A1 қосылған 4. Болады. -1. Ең соңғы мүшесі енді A1 қосылған 5-ді тең 15 қосылған 5 көбейтілген ол болады. Сонда жауабы 15, 11, 7, дұрыс айтасыздар, 3, -1 және -5. 6 мүшесін де таптым. Жазамыз болды. Кейін жазамыз. Қараңыз. Мына жерде 10, 20 екеуі қос-қостан беріліп тұр. Қайсы балды таңдайсыңдар? Қай жоқ, қайсысын таңдайсыңдар? Сол жағында 20-сын Сол жағда қай 20? Осы 20 ма? 366 есептің әсі. Дискриптор. Геометриялық прогрессияның енші мүшесінің формуласын дұрыс қолдансаңдар 1, есептің сұрағына жауап бере алсаңдар 1 балл. Яғни жалпы 2 балл. Енді балдар, мына жерде иә жоқ әдісі бойынша жылдам жауап берулерің керек. Сендер арифметикалық прогрессия болу үшін олардың айырмасын алу керек, оны білесіңдер. Мына жерде бірдей санды қосқанда шығып тұрма. Бірінші бола ма? Жолмен жауап бермейміз. Иә, дұрыс. Екіншісі арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері бойынша тақырыпты оқисыңдар, мазмұнын түсінесіңдер. Одан кейін тақтада берілген есепті үйде орындаймыз. Маған оқушылар сұрақтарың бар ма? Жоқ. Ондай болса әркім өзіміздің алдымыздағы бағалау парақшамызда кім қанша бал алды, арамызда бір-екеуміз айтамыз. Мысалы, Әмина, сен қанша бал алдың? 10 бал. Яғни дұрыс деп ойлаймыз ба балдар? Тағы кім қанша бал алды? 5 бал шықты. 5 бал. Енді балдар, әркім өз топтарында алған балдарыңды қосып шығыңдар. Балдар, орталыққа қойып қойын. Мына 5 бал деген. Сендерде 27. Сендерде қанша бал? 28. 28. Сонда қай топ бірінші орында келе жатыр? Бірінші. Рахмет. Сабаққа жақсы қатысып отырғандарына рахмет. Маған сұрақтарың бар ма? Алдарында әркім алған сипырларында орындары отырып маған көрсетіңдерші. Сипыр. Бағанағысы алған сандарыңды. Тізбектей былай көрсетіңдер. Болады. Не үшін? Бұл жерде тоже ектен алып отыр. Әрсінде ектен алып отырса, ол жаңағы мәні бірдей болып тұрады. Яғни ол жерде арифметикалық прогрессия болады. Мирастағы 9 санына өзімнің 2 санды қосқан кезде менде ол 1 сан. Сонда арифметикалық прогрессия болады екен? Болады екен. Яғни біздің тақырыбымызбен байланысты ма балдар? Байланысты екен. Сабаққа қатысқандарына рахмет.